Екі әтеш. Ертеде бір кемпір шалдың құс дегенде асырап отырған екі әтеші бар екен. Қолдарына түскен жемдерін соларға беріп бәк қағыпты. Күндердің бір күнінде кемпір құсына жем шашады. Қарындары ашқан әтештер дүрсе қоя береді. Әрқашан бірге жүрген досынан шұбар әтеш жемді қызғанып, шекесінен одырая қарайды. Шәркін мынаның бәрін жалғыз өзім жеп, тыңқия бір тойсам-ау дейді. Сөйтетті, шұбар әтеш қасындағы сұр әтешті қайта-қайта шоқып, жем жегізбейді, мазасын алады. Сұр әтеш бір рет елемеген сейді, екінші рет абайламаған болады. Тіпті қоймаған соң ақырында ызаланып, ол да шұбар әтешті шоқып алады. Осыдан соң екі әтеш жүндері үрпейісіп, бірімен бірі төбелесе кетеді. Екеуінің де үсті басы жұлым-жұлым болады. Бұлар өстіп, қызылшеке болып жатқанда, көршінің шүбейлері келіп, жемді түгін қалдырмай жеп кетеді.